Есептің берілгені. Екі жаяу адам бір-біріне қарама-қарсы бағытта жолға шыққанда олардың арақашықтығы 20 километр болды. Олар бір мезгілде жолға шығып, 2 сағаттан соң кездесті. Бірінші жаяу адамның жылдамдығы 6 километр сағат болса, екіншісі қандай жылдамдықпен жүрді? Екі жаяу адамның жақындау жылдамдығын табамыз. Сызбаға қарап, арақашықтық пен уақыттың белгілі екенін көріп отырмыз. Қашықтық пен уақыт белгілі болса, V тең S бөлінген T формуласы арқылы жақындау жылдамдығын табамыз. 20-ны 2-ге бөлеміз. Тең болады 10 километр сағат. Жалпы жақындау жылдамдығы белгілі болған соң, екінші жаяу адамның жылдамдығын таба аламыз. Ол үшін жақындау жылдамдығының нәтижесінен бірінші жаяу адамның жылдамдығын азайтамыз. 10 азайту 6 тең 4 километр сағат. Екінші жаяу адамның жылдамдығы. Жауабы, екінші жаяу адамның жылдамдығы 4 километр сағатқа тең.